Достар, қош келдіңіздер. Сіздермен бірге молочная девушка дайындайтын боламыз. Барлық қосатын қоспаларды төменгі бөлікке жазып кететін боламын. Жұмыртқаға сгущенканы қосамыз. Жақсылап миксерлейміз. Онымен разрыхителімізді қосып миксерлейтін боламыз. Миксердің орнына қолмен араластырсаңыздар да болады. Поклан пергамент қағазын пайдаланамын. Маған осындай кальсонның ішінде жинаған ыңғайлы, сол себепті өзіме керекті размерде 3 ас қасықтай салып, ішім бір келкі болғанша тегістеп шығамын. Духовканың қызуына байланысты 180 градуста 7-10 минуттап қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Пергамент қағазынан суығаннан кейін аламыз. Кремін дайындауға қосатын қоспаларымыз салқын болуы қажет. Творожный сырға қант ұнтағын салып, біраз миксерлеп аламыз. %33-35% сливки қосамыз. Миксердің жылдамдығын ақырындап көбейте отырып, үлкен жылдамдықта креміміз қоюланғанша миксерлейтін боламыз. Дәл осы видеодағыдай креміміз қою бір қалыпты формасын ұстауы қажет. Тортымызды жинауға ең маңызды рөл атқаратын ол біздің подложка. Подложка қалыңырақ болуы қажет. Подложкаға аздап кремімізді жағып, тортымызды жинайтын боламыз. Тортымызды жинау үшін ең алдымен кальцийіміз бен пленкамызды орналастырып аламыз. Үш-төрт ас қасық кремімізді салып, толығымен айналдырып жағып шығамыз.
Келесі бөлігін салып кремімізді жағып, толықтай тортымызды жинап шығатын боламыз. Тортымызды кальциямен қысып, жан-жағын тегістеп аламыз. Бетін пищевой пленкамен жауып, холодильникте кемі 6 сағат тұруы қажет. Сыртқы креміне үй температурасында сары майымызды ағарғанша миксерлейтін боламыз. Қант ұнтағын салып, жақсылап араластырамыз. Салқын творожный сырды салып, жақсылап миксерлейміз. Тортымызға крем жағардың алдында морозильникке жарты сағат бұрын салып алсақ, креміміз жақсы жағылатын болады. Кремді толығымен тортымызға жағып шығамыз. Достар, видео сіздерге ұнаса лайк басып, тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Шпательдің көмегімен тортымызды тегістеп шығамыз. Өз қалауымызбен тортымызды әрлеп шығамыз. Достар, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Тортымыз өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Жасап көріңіздер.